Қарыздан құтылдырған салауат. Ілгеріде бір адам мұсылман бауырынан 500 динар ақша қарыз алады. Келісілген уақытта қайтара алмаған соң қарыз беруші адам қазыға барып шағымданады. Қазы қарызқор адамды зынданға салуға бұйырады. Сол кезде қарыз алған адам қазыға: «Құрметті қазы мырза, мені зынданға салғанын жанұям білмей қалады ғой, тым болмаса жағдайымды айтып қоштасып келсем бола ма?» дейді. Қазы: «Қашып кетсең не істейміз, саған кім кепіл болады?» дейді. Қарыз алған адам кепілге Расулалланы қоямын дейді. Қазы діндар адам болатын. Бұл адамның шынайы ниетпен айтқан сөзіне сеніп қоя береді. Әлгі адам отбасына келіп болған жағдайды айтады. Кепілдікке Расулалланы қойғанын естігенде барлығы жылайды. Бұл жағдайдан шығу үшін бала-шағасымен бірге салауат айта бастайды. Түні бойы салауат оқып отырып баршасы қалжырап ұйықтап кетеді. Отағасы түсінде Расулалланы көреді. Расулалла бұл адамға: «Ертең таңертең қала әкіміне бар, менен сәлем айт, сенің қиыншылығыңды шешіп берсін. Қияметте мен оған шапағатшы болып қиындығын шешемін де». Дәлелін не десе, әр күні бұл адамға маған 1000 мәрте салауат айтатын, бірақ өткен түні жартысын ғана айтты. Ана беретін ақшасы соның өтеуі болсын деп айт дейді. Бұл адам таң атқан соң қала әкіміне барып Расулалланың сәлемін жеткізеді. Қала әкімі: «Сен маған сүйінші хабар жеткіздің, өйткені кімде-кім түсінде Алла елшісін көрсе, оны көргені. Расулалланың бейнесіне шайдан кіре алмайды, бірақ қандай дәлелім бар?» дейді. Бұл болса: «Сіз әр күні 1000 мәрте пайғамбарымызға салауат айтады екенсіз, бірақ өткен күні жартысын ғана айтыпсыз. Соның өтеуі ретінде менің қарызымды төлесін» деп айтты дейді. Қала әкімі: «Алла ұлық, бұл нәрсені жанымда жатқан жұбайымда білмейді. Сенің түсін ақиқат, маған сүйінші хабар жеткізгеніңізге Алла разы болсын» деп 100 динар қарызын төлеуге үстінен 1000 динар сүйінші хабары үшін береді. Ақшаны ала салысымен қазыға асығып келсе, қазы да соттың алдында бұны күтіп тұр. Қазы: «Бауырым, сені күтіп тұрмын, сенің шарапатыңмен Расулалланы түсімде көрдім. Маған қарызға батқан адамның ақысын төлесен, қияметте шапағат етемін» деді. «Маған одан үлкен бақыт жоқ. Міне бауырым, 500 динар қарызына ал, мына 1000 динар осы түс үшін, өйткені өмірі мұндай қуанышты түс көрмедім» дейді. Осылай қазымен сөйлесіп тұрғанда қарыз берген адамда келеді. Ол да: «Бауырым, сені іздеп келдім. Мен бүгін түсімде Расулалланы көрдім. Маған ана кісінің қарызын кеш, қияметте саған шапағатым уәжіп болады» дейді. «Қарызымды кештім, ал мынау сенің берекетіңмен осы түсті көргенім үшін 1000 динар сыйлығым» деп ақшасын береді. Осылайша кеше ғана қарызын берерге ақша таба алмай отырған жан салауаттың шарапатымен үйіне 4000 динар әкеліп Аллаға көп шүкір етіпті. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа хадисінде: «Қиямет күні адамдардың маған ең жақыны мына дүниеде маған көп салауат айтқаны» деп айтқандай, жаратқан иеміз бізге көп салауат айтуды және пайғамбарымызды түсімізде көруді нәсіп етсін.